Капитан Александр Маслов басқарған ДБ-3F ұшағы экипажының құрамында Алматы облысы Іле ауданының тумасы атқыш радист Бақтыораз Бейсекбаевта болды. 1941 жылдың 26 маусымында ұшақ экипажы аты аңызға айналған капитан Гастелломен бірге жауынгерлік ұшу сапарына қатысады. Жаудың танк колонналарына шүйілген ұшақтар тобының алдыңғы қатарында Масловтың экипажы да болды. Тек кеңес одағы тараған соң экипаж мүшелеріне қайтыс болғаннан кейін Ресей батырлары деген атақ берілді. Ал 1998 жылдың 7 мамырында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Бақтыораз Бейсекбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Кел, достарым, ән бастайық, көтеріп жаңғыртып, даласында батырып балғашымын дейді халық, алып ұшқан ұшағыммен көкте қалғып, жеңістің әппақ туын желбіреткен, келіпте бел атам жүзге анық, ұлы жеңіс құтты болсын.